Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда шілде айында туғандар туралы айтатын боламын. Мінез ерекшелігіңіз туған айыңыздың сипаттамасына сәйкес келе ме? Әлде үйлеспей ме? Ғылыми зерттеушілердің айтуынша, әр айдың адам ағзасы мен психологиясына, әлеуметтік жағдайына әсері болады екен. Шілде айында туған адамдарға өзімшілдік, ұстамсыздық және шыдамсыздық мінездер тән. Өздерін кісі баласына тәуелді етпейді, әрі өте тәкаппар. Дос-жарандарының айтқанынан шыға алмайтын көнбіс. Әйелдер күйеулеріне би болуға құмар. Әрқашан бір нәрсеге көңілі толмай, соған жоқ жерден ұрыс шығарып жүреді. Ал ерлер сенгіш келеді, сондықтан жиі қателеседі. Алғашқы махаббатында жолы болмаса, сұр бойдақ болып ұзақ жүреді. Барлық сәтсіздіктерге төтеп бере алады және өз тағдырына өкінбейді. Олар отбасында анасына жақын келеді. Бұл айда нағыз ұялшақ, ұяң жандар өмірге келетін көрінеді. Олар жоқтың бәріне алаңдап, уайымдап, әр қадамын қадағалап жүреді. Романтикаға берілген жандар. Сондай-ақ біреу үшін қатты уайымдап, жұрттың қайғысының тереңіне сүңгіп кетеді. Алайда, мұнысын ешкімге көрсетпеуге тырысады. Шілде айында туылған қыз-келіншектер үшін бірінші орында үйі, отбасы тұрады. Құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.